Брачный договор. Яғни жас жұбайлар егер үйленген кезде сол брачный договор неке шартына отыру міндетті ме, жоқ ол керек жоқ па? Енді екі ерлі-зайыптылар үйленген кезде енді олар ажырасам деп үйленбейді ғой, отбасын құраймыз деп үйленеді, дұрыс қой. Бірақ кей жағдайларда егер ер адамның болмаса әйел адамның атында мүліктер болса, болмаса бизнес бір жүргізіп атса ерлі-зайыптылардың біреуі, сол бизнеске болашақта әйелінің болмаса күйеуінің талабы болмас үшін неке шартына отыруға болады. Болмаса неке шартында балаға байланысты құқықтар мен міндеттер жазуға болады. Яғни егер неке шартына жазып қойсаңыздар, мына бизнес ер адамдікі, келесі бизнес әйел адамдікі, мына үй әйелдікі, мына үй ер адамдікі. Көлікті де сөйтіп бөліп алсаңыз, ары қарай егер бір кикілжің болып жатса, ер адамдар әйел адамдар ажырасып жатса, осы мүлік бөліске түспейді. Әркімнің өз мүлкінде қалады. Әрине біздің қазақи менталитетке жат болуы мүмкін, бірақ қазіргі заманның талабы, қазіргі таңда үйленгеннен гөрі ажырасып жатқан адамдар өте көп. Сондықтан егер жұбайыңыз келісіп жатса, неке шартына отыруыңызға болады. Неке шартына отыру үшін екеуіңіз ерлі-зайыптылар нотариусқа барасыздар да, осындай өздерінің шарттарыңызды, уәждеріңізді айту арқылы неке шартын ресімдесеңіздер болады. Неке шартын ресімдегеннен кейін міндетті түрде ол шартты Әділет министрлігінде тіркеу керек. Тіркелмесе неке шарты заңсыз болып қалуы мүмкін. Яғни ешқандай күші жоқ болып қалуы мүмкін. Сондықтан соны есіңізде сақтап отырыңыздар. Астында егер сұрақтарыңыз болса, астына комментарий жазыңыздар. Мен үшін сіздердің сұрақтарыңыз өте маңызды. Және подписканы басып, лайкты басып, елдермен бөлісіп отырыңыздар. Қазақи заң каналының дамуына атсалысуыңызды сұраймын.